Яғни ер адамға исламда немесе әйел адамға бөтен бір адамменен жеке екеуі тұрып алып жалғыз тұрып сөйлесуі дұрыс емес. Ол семья бұзады, ол жанұя бұзады. Оны мысалы қазір дұрыс емес деп айтса, қазір біреулер дереу айтып алады, міне исламның қараңғылығы. Не қылады екен, бір әйел мен бір еркек сөйлесіп қалса, екеуі бір-бірін жеп қоя ма екен дейді. Дәл осыдан семьялар бұзылып жатыр қазір. Жеп қоя ма екен деген адамның семьясы. Сол жеп қоя ма екен деген адамға айтыңызшы, сіздің келіншегіңіз мына қараңғылау жерде бір еркекпен сөйлесіп тұрсыншы, сіз қарапайым отырасыз ба деңізші. Жүрегі тақылдап кетер, ана не сөйлесіп жатыр, ұзап кетті ғой уақыты деп. Рас қой? Сол кісіге айтасыз сосын өзінің сөзін, ана өзінің бидайын өзіне қуырып бересіз да. Сен айтатын ең ғой енді, жүрегің кең еді ғой, сөйлесе берсін да. Жүре берсін да. Сондықтан бауырлар, ислам